Сәлем достар, мен бүгін сіздермен бұрын ұмытылып кеткен баланың жынысын анықтайтын 4 әдіспен бөлісетін боламын. Есептеп көріңіздер. Бірінші әдіс ол болашақ сәби дүниеге келетін жылдан анасының туған жылын азайтамыз. Қосамыз 1-ді және оған көтерген айды қосамыз. Көтерген ай деген дата зачатия по овуляции. Овуляция күні қай күнге түседі, сол сіздің көтерген айыңыз болып саналады. Мысал ретінде көрсетейін. Болашақ сәби 2022 жылы дүниеге келетін болса, 2022-ден азайтамыз 1996 анасының туған жылы, қосамыз 1 және қосамыз 10. Қазан айы болса 10 дегенді қосамыз, яғни 37 шығып тұр. Бұл тақсан, яғни ұлы бала болады деген сөз. Екінші әдіс ол анасының жасына, яғни сол баланы көтерген кезде анасының жасы нешеде болса, соны белгілейсіздер. Ол санға қосамыз көтерген айды, также дата зачатия по овуляции қосамыз 1-ді. Мысал ретінде көрсетейін, анасының жасы 23-те болды көтерген кезінде, көтерген айы 10, яғни қазан айы, оған 1-ді қосамыз. Жұпсан шықты 34, демек қыз бала болады деген сөз. Үшінші әдіс бізде анасының неше айлық болып туылғанына байланысты есептеледі. Ол анасы недоношенный немесе переношенный болуына байланысты. Яғни анасының жасына көтерген айды қосамыз және анасының неше айлық болып туылған сол айды қосамыз. Мысал ретінде көрсетейін, анасы 23 жаста болса, 23 қосу қазан айы деп алдық, 10-ды қосамыз және 7-ні қосық. 7 деген, яғни анасы 7 айлық болып туылған деген сөз. 40 шықты, 40 деген жұпсан, яғни қыз бала болады деген сөз. Ең соңғы әдіс бізде әкесінің жасына байланысты әдіс. 49 санынан азайтамыз, сол кездегі әкесінің жасын қосамыз 1-ді, қосамыз көтерген ай. Көтерген ай алдыңғы әдістер сияқты дата зачатия по овуляции және 3-ті қосамыз. Мысал ретінде көрсетейін, 49 азайту 30 жас, әкесінің жасы, қосамыз 1-ді және қазан айын алдық, тағы да 10-ды қосамыз және 3-ті қосамыз. 33 саны шықты, яғни мұнда керісінше егер тақсан шықса қыз бала, жұпсан шықса ұл бала болады деген сөз. Есептеп көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Мен ұсынған әдістер сізге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма жазылып қойыңыздар. Мен келесіде сіздермен баланың жынысын жоспарлау әдістерімен бөлісетін боламын.